Көктемнің иісі шығып аңқып тұратын ең оңай жеңіл салат дайындаймыз және кез келген тамағыңызбен тез-ақ дастарханның үстінен таусылып кетеді. Ең алдымен капустамызды жіңішке етіп турап аламыз. Және қыздар, тағы сіздерге бір айта кететін нәрсе, бұл сіздің огурцы помидорларыңызды экономдауға және ең тиімді әдіс. Одан кейін огурцемізді тураймыз, помидорымызды тураймыз және үйлеріңізде редиска бар болса, соны да қосып жіберсеңіздер болады. Ал егер жоқ болса, қосып қажет емес. Барлығын жақсылап жіңішке етіп турап аласыздар. Одан кейін үстіне дәміне қарата тұз қосасыз, қара бұрыш қосасыз және сұйық май қосасыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қыздырудың қажеті жоқ. Осы салқын күйінде құя бересіздер. Барлығын жақсылап араластырып дастарханға ұсынасыздар. Сіздердің капусталарыңыз гүтірлеп, қытырлап, өте дәмді болып шығады. Араластырған кезде қатты мыжып, суын шығарып тастаудың қажеті жоқ. Себебі біздің капустамыз ол свежий капуста, яғни жап жасыл болып тұрған капуста. Ал егер сіздікі қатты, сырты қатты, іші қатты болатын болса, әрине ол кезде кішкене қолыңызбен әрекет жасап жұмсартуға тырысасыздар. Ал сіздер де жасап көріңіздер, бәріміз білетін оңай жеңіл салат, сонда да жасап көруге кеңес беремін.